Масқара жағдай. Үндістанда жекеменшік клиниканың бірінде 50 жастағы қазақстандық әйелді 25 жастағы үнді жігіт зорлап тастаған. 25 жастағы жігіт 50 жастағы қазақстандық әйелге бірнеше рет зорлық көрсеткісі келген. Үндістандық басылымның хабарлауынша, Үндістандағы Гургаон қаласының прокуроры Артемис жеке емханасында қазақстандық әйелді зорлау дерегі бойынша тергеу жүргізуді тапсырған. Айыпталушы Тхакур Сингх Раджастхандағы Тижраның тумасы. Ол соңғы 1 жыл бойы ауруханада санитар болып жұмыс істеп келген екен. Полицияның мәлімдеуінше, науқас Үндістанға қызымен бірге 12 шілдеде келген. Жексенбі күні оған ота жасалып, кейін қалпына келтіру бөлмесіне ауыстырылады. Тхакур әйелдің жаялығын ауыстыру кезінде ғана оған қол тигізгенін айтады, бірақ айыпталушы сол күні оның бірнеше рет сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық көрсеткісі келгенін мәлімдейді. Әйел бұл туралы қызына айтқан. Ол аурухана басшылығы мен полицияға хабарлаған. Сол күні зорлау фактісі бойынша іс қозғалып, Тхакур 15 шілде күні қамауға алынған болатын. Құрметті көрермендер, зорлық-зомбылық Үндістанда өте жиі болатын жағдай, сондықтан да бұл елге барғанда өте абай болған абзал.